Саламатсыздар ма балалар? Қазақ тілі пәні 85-ші сабақ. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сөз таптары. Бұл сабақта сендер сөз таптарын ажыратуды үйренесіңдер, мәтін мазмұны бойынша сұрақтар қоя алатын боласыңдар. Бірінші жаттығу, мәтінді түсініп оқы. Нартай мен атасы көршісінің үйіне келді. Оларды құрметтеп төрге шығарды. Осыдан кейін үй иесі сәбиді алып келді. Сәбиге ат қою үлкен міндет деп Нартайдың атасы сәбиді қолына алды. Оның құлағына сенің атың Ержан деп 3 рет айғайлады. Сонан соң үй иесіне қарай бұрылып, енді Ержаныңды өз қолыңа алып бесігіне апарып жатқыз деді. Басқа қонақтар Ержанның өмір жасы ұзақ болсын деп тілектер айтып жатты. Серік Нұман. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қойыңдар. Нартай мен атасы қайда келді? Сәбиге кім ат қойды? Қонақтар қандай тілек айтты? Мәтінне кім не сұрақтарына жауап беретін сөздер теріп жаз. Мәтіндегі кім не сұрақтарына жауап беретін сөздер: Нартай, атасы, үй иесі, Ержан, ат, міндет. Екінші жаттығу, сөздерді оқы. Кестедегі сөз мағыналарының әр басқа екенін және олардың қалай топтастырылғанын байқап, өзің қорытынды жасап көр. Кім не сұрағына жауап беретін сөздер: ата, шілдехана, салт дәстүр, бесік, немере, қонақ, әже. Не істеді сұрағына жауап беретін сөздер: үйренді, салды, жасайды, шақырды. Қандай сұрақтарға жауап беретін сөздер: қызық, үлкен, кішкентай. Қанша сұрағына жауап беретін сөздер: 47. Сөздер мағынасына қарай бірнеше сөз табына бөлінеді. Зат есім, етістік, сын есім, сан есім сөз таптары. Есте сақтап аламыз балалар. Шеш тапсырма: жас баланы қалай атайтынын тауып жаз. Сәби, бөпе, бөбек, балапан. Кім сұрағына жауап беретін сөздерді бір бөлек, не сұрағына жауап беретін сөздерді бір бөлек жазамыз. Кім нағашы, ата, дәрігер, ұстаз. Не ойыншық, түлкі, қарға, күріш. Бесінші жаттығу. Атам әңгімешіл әрі көп білетін кісі. Кеше інім екеумізге қазақ халқында 7 қазына деген ұғым бар. Сендер соны білемісіңдер? Дегенде тосылып қалдық. Сен қалай жауап бередің? 7 қазынаға жүйрік ат, қыран бүркіт, құмай тазы, берен мылтық, сұлу әйел, ер жігіт, ақыл білім жатады екен. Ал балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Алдағы сабақтарымызды жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар.